сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз ешкі майының емдік қасиеттері. От шарпыған адамның денесіндегі күлдіреген жара тез жазылу үшін ешкінің еріген тоң майын малынған шүберекпен орайды. Бұл күйген жердің суын тез сорып, жаралы жерге де тез өң береді. Бұдан қалса ешкі майының ешкі қотырды емдеуде де өз рөлі бар. Рецепт: күкірт 80 грамм, ешкі майы 200 грамм. Ешкі майының қолдану әдісі: ешкі майын бәсең отқа ерітіп, күкіртті майға араластырып, 100 грамм майға 40 грамм күкірт ұнтағы қосылады. Отқа қыздырып, қотырға жағады. Жалғасты 3 күн жағып, 4 күні орын көрпені, киім-кешекті ауыстырады. Ауыстырылған киімдерді ыстық суға қайнатып істеткен жөн. Ешкі майы тез қатып қалатындықтан аңдарға пайдаланылатын улы дәрілерді қатырып алып жүруге, аңға беруге қолайлығы үшін де дәріге ешкі майы араластырылады. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.